Қызылорда қаласы Қорқыт ата 140 мекен жайы бойынша 3-ші қабаттан 4 бөлмелі пәтердің түсіріліміне келдік. Пәтеріміз 80 шаршы метрлі. Осы үйіміздің жанында Нұр мешіті орналасқан, осы қарама-қарсы тұсында. Ал енді барлығымыз бірге пәтеріміздің ішімен жақынырақ танысайық. Пәтеріміздің кіреберіс бөлігі. Пәтеріміз 81 шаршы метрді құрайды, 4 бөлмелі. Осы кіреберіс беттен оңға қарай бұрылсақ, пәтердің ас бөлмесі осы жерде орналасқан. Және де ас бөлмесінің төрінде осында лоджины ас бөлмесіне қосқан. Ас дайындау құрылғылары осы жерде орналасқан, газы бәрі осы жерде. Және осы жерде осындай әдемі етіп кафельдеп қойған барлық қабырғаларын. Пәтеріміздің едендерінің барлығы ламинатталған, кіреберіс есігі. Және осы кіреберістен солға қарай бұрылғанда пәтердің санитарлық торабы орналасқан осы жерде. Толықтай кафелленген жуыну бөлмесі. Суымыздың моторы өте жақсы. Және жанында бөлек әжетханасы осы жерде орналасқан. Арестоны барлығы бар. Және де осы турамызда үйіміздің основной бөлмелеріне өтетін дәліз осы. Бірінші бөлме осы қонақ күту бөлмесі. Бұл жақта қабырғалар абойланған, сапалы абой. Және де лоджимыздың жалғасын осы қонақ күту бөлмесіне де қосып жіберген. Және осы терезесі үй ауласына қарайды осы жақта. Сапалы пластиковый терезе. Және осы тұста екі жатын бөлме орналасқан осы жерде. Оң жағымызда бірінші жатын бөлме. Жатын бөлмелері ауқымды. Және осыған қарама-қарсы пәтердің екінші жатын бөлмесі. Және де пәтердің төргі тұсында тағы да шағын бөлме бар. Бұны жаңағыдай артқы заттарыңызды осы жерге салып қойсаңыздар болады. Және де осы кіреберісіміздің сол жағында пәтердің төртінші жатын бөлмесі осы жақта орналасқан. Құрметті біздің оқырмандар, егер де сізге осы біздің пәтер ұнаған болатын болса, видео астындағы нөмерге кез келген уақытта хабарлассаңыздар болады. Барлық сұрақтарға сол жерден жауап ала аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет.